Так, сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде 3-ші сыныптың 69-шы сабағы. Гүлбақтар және саябақтар. Бірінші тапсырма. Гүлбақ пен саябақтар безендіру үшін өсімдіктерден жасалған қоршау жиі қолданылады. Суретте қоршаулардың периметрін тап дейді. Мынау 8 и мынау 8, иә? Периметр табу үшін екі қабырғасын қосып 2-ге көбейтеміз. 8-ге 8 16 и оны 2-ге көбейтем 32. Бағандап. Так, мына жерде 32 шығады, иә? Келесінде мынау А. Енді Б-да периметрін табу үшін 8-ге 80-ді қосып, болмаса барлық қабырғаларын қоссақ болады, иә? 8-ге 8 қоссақ 16, мынау бізде 160, и тең болады 176. Бұл бізде Б. Келесі 10 қосу 20 қосу 20. Бұл бізде 60 болады. Бұл бізде С. Келесі екінші тапсырма салыстыру. Екінші тапсырма деп қояйын. 200 көбейту 3 и мында 450 қосу 50. Мынада бізде 600 шығады, и мынада 500 шығады. Бізде 600 үлкен, иә? 670 қосу 6, 2 көбейту 300. Мында 676, и мында 600 шығады. Бізде 676 үлкен. 742 қосу 8, мында 400 көбейту 2. Мында 750 болады, и мында 800 болады. Бізде, конечно, 800 үлкен. 7 көбейту 100, и 824 азайту 20. Мынау бізде 700 болады, и мынау бізде 804 болады. 804 үлкен. 1000 бөлу 10, 10 көбейту 10. Мынау 100 болады, мынау 100 болады. Екеуі тең. 980 азайту 900, и 800 бөлу 10. Мынау бізде 80, мынау бізде 80. Екеуі тең болады. 441 қосу 9, 450 қосу 30. Мынау бізде 450, мынау бізде 180. 480 үлкен, иә? 300 бөлу 100, 180 бөлу 60. Мынада 3, мынада тең екеуі. 30 көбейту 2, 210 бөлу 10. Мынада 60, мынада 1 шығады. Қайсы үлкен? 60 үлкен. Келесі номер 3. Номер 3-те есепте дейді. 30 көбейту 3 бізде 90, иә? 30 көбейту 30, 900. 300 көбейту 3, 900. 600 бөлу 200, 3. 90 бөлу 3, 30. 900 бөлу 3, 300. 900 бөлу 30, тең 30. 900 бөлу 300, тең 9. 40 көбейту 2, тең 80. 40 көбейту 20, тең 800. 4 көбейту 200, тең 800. 800 бөлу 200, тең 4. Келесі есеп бізде номер 4. 23 көбейту 10, 230. 10 көбейту 40, 400. 900 бөлу 9 тең 100. 20 көбейту 30 тең 600. 4 көбейту 200 тең 800. 310 бөлу 10 тең 31. 70 көбейту 10 тең 700. 300 бөлу тең 30. Әсін 250 бөлу 10 тең 25. 600 бөлу 30 тең 20. 700 бөлу 100 тең 7.
210 бөлу 10 21. 500 бөлу 100 тең 1000 бөлу 50 тең 20. 1000 бөлу 50 тең 20 жаздым ғой, 40 көбейту 20 800. 200 көбейту 4 тең 800. Келесі 5-ші есеп. Номер 5. 5-ті қарайық. 4 көбейту 10 тең 40. 10 көбейту 4 тең 40. 40 бөлу 10 тең 4. 40 бөлу 4 тең 10. 8 көбейту 100 тең 800. 100 көбейту 8 тең 800. 800 бөлу тең 8. 800 бөлу 8 800. 20 көбейту 3 тең 60. 3 көбейту 20 тең 60. 60 бөлу 20 тең 3. 60 бөлу 3 тең 20. 200 көбейту 3 көбейту 2 тең 400. 2 көбейту 200 тең 400. 400 бөлу 200 тең 2. 400 бөлу 2 тең 200. Келесі салыстыру. Номер 6. Бұлай салыстыра қойық. Қараңыздар. 7-ге 100-ді көбейтсем, бұл бізде 700, 600-ге 90-ды қоссам, 690 700 үлкен, 1000-ды 10-ға бөлсем, 100, мынау бізде 200. 200 үлкен. Мынадан 60 шығады, мынадан 6 шығады. Сонда 60 үлкен. Мынадан 453 шығады, мынадан 480 шығады. 480 үлкен. Мынадан 3 шығады, мынадан 3 шығады. Тең, мынадан 80 шығады, мынадан 7 шығады. Мына үлкен. Қоршауда ұзындығын тап. Қоршаудың әр бөліктің ұзындығы бірдей. Мынау 2 болса, мынау да 2. Мынау да 2, мынау да 2. Ұзындығы. Мынау да 2, мынау да 2, мынау да 2. Нешеу? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 12, 14. Мынау 14. Мынау 3, мынау да 3. Мынау да 3, мынау да 3. Нешеу бар? 12. Мынау 4, мынау 4, мынау 4. Нешеу бар? 12. Әр бөліктің ұзындығын 10 есе арттырса, онда қоршаудың ұзындығы қалай өзгереді? Әр бөліктің ұзындығы 10 есе арттырса, мынаны 10-ға көбейтсек 20, мынау 20, 20, 20, 20, 20, 20. Онда біздің ұзындығы 10 есе артатын еді. Ауданы 38 см, бір қабырғасы 4 см төртбұрыштың периметрін тап дейді. Ауданы 32-ді, бір қабырғасы 4. Мынандай тік төртбұрыш. Мынау 4-ке тең. Ауданы 32. Енді бір қабырғасына бұны табу үшін шешуі, бұны табу үшін 32-ні 4-ке бөлем. 8 ба? Енді осының периметрін табу үшін А бізде 4, Б тең 8. Периметрде отырғанымыз Аға бұны қосамыз, 2-ке көбейтеміз. Сонда болмаса барлық қабырғаларын 2 рет барлық қабырғаларын қосамын. 4-ке 4-ті қосам, 8-ге 8-ді қосам. Сонда 24 шығады. Осымен сабағымыз аяқталды. Тіркелеміз және лайк басамыз.